Мысық тышқан мен торғайға неге өш ертексі? Ертеде мысық, тышқан, торғай үшеуі дос болыпты. Олар өте тату-тәтті тұрыпты. Басқа аң құстар олардың достығына қызығып та, қызғана да қарайды екен. Күндердің күнінде қылышын сүйретіп қыс келеді. Үш дос суыққа тоңып ашыға бастайды. Уа достар, аяз мынау, жыртқыш аңдар анау тарпа бас салуға таяр тұр. Одан да біз адамға барып қызмет етейік. Сонда қарнымыз да тоқ болады. Өзіміз де жылы баспанада алаңсыз өмір сүреміз депті мысық. Торғай мен тышқанға ақыл салады. Олар әр ойланып, бер ойланып, ақыры осы ақылға тоқтайды. Сөйтіп, бір диқанға келсе, үш достың ойын құп алады. Бір күндері мысық екі досының қамданып, едәуір семіріп қалғанын аңғарады. Бәріне берілетін тамақ мөлшері бірдей. Сонда бұл қалай болған екен деп ойлайды мысық. Енді ол торғай мен тышқанды аңдай бастайды. Сөйтсе екеуі қамбадан ас тұғырлап жеп жүр екен. Жақсылыққа жамандық жасаған достарына қатты ашуланады мысық. Арқа жүні күдірейіп, көзінен от шашып, тышқан мен торғайға тап береді. Торғай сәл ашық тұрған есіктен лып етіп ұшып кетеді. Тышқан көп тесіктің біріне кіріп зып етіп құтылады. Содан бері торғай мен тышқан мысықтың ата жауына айналған екен.